Алихан Бөкейханов атындағы мектеп-лицейімізде алғаш рет ұйымдастырылып отырған дәстүрлі түлектер кубогы өз бастауын алды. Түлектер кубогы 2022 жылғы волейбол турнирін лицейіміздің директоры Есманбетов Аррат Мылтықбаевич салтанатты түрде ашты. Түлектер, сіздерді бүгін біздің мектеп қабырғасына көргенде қуаныштымын. Енді қазіргі уақытта өз өмірдің өзгеруіне байланысты осындай шағын жиналып тұрсыздар, бірақ бұл үрдіс әрі қарай жалғасын тауып, жылдан жылға команда саны көбейеді деген ойдамын. Сіздерді көргеніме қуаныштымын. Келіп, біздің мектептің өзгерістерін, прогрессиясын көріп, қарап отыруларыңызға тілектеспін. Құрметті жарыс қонақтары, Шахтинск қаласының дене шынықтыру және спорт бөлімінің басшысы Жүнісов Анарбек Ахметович және Қарағанды облысы бойынша бұқаралық спортты жастар спортын дамыту орталығының басшысы Аршкенов Рустам Сайрамович. Бұл турнирді өткізудегі басты мақсат аға буын мен кейінгі жас буынның арасындағы сабақтастықты нығайту. Спорт волейбол түрлі жарыстарымыз жақсы деңгейде өтіп жатыр. Бұл енді жақсы бастама. Үлкен зор маңызы бар. Тәрбиелікте өздердің ата-бабамыздың кездескен дәстүріне де байланысты, мекенге құрмет, кішіге ниет деген сияқты. Осы істеріңізге сәттілік тілеймін. Және мектеп бітіріп кеткен түлектеріміз қазіргі таңда әртүрлі мекемелерде өз еңбектерін жасап жүр. Сол жастарға бүгінде өздері білім алған мектептеріне келіп, оқушы кездерін еске алып, оқушы шаққа саяхат жасату болды. Түлектер, бүгінгі жарыс өте тамаша болды. Мені бүгін біз куәміз. Осы бүгін финалға шыққан балаларға тек көптен көп рахмет. Алда осындай дәстүрлі турнир болады деп сенемін. Рахмет. Түлектер кубогы 2022 жылғы волейбол турнирінің үздік ойыншысы Еркінбек Ақбұлан атанса, үздік қорғаушысы Нарбаев Ержан, ал үздік байланыстырушысы Хафай Мади. Үздік шабуылдаушы таңдалымына Қуанышев Алдияре болды. Ал жарыс нәтижесі бойынша бірінші орын 2013 және 2014 жылғы түлектер, екінші орын 2021 жылғы түлектер, ал үшінші орын жас түлектер. Жарыс жеңімпаздары мен жүлдегерлері кубок және медаль және бағалы сыйлықтармен марапатталынды. He said one day you'll leave this world behind, so live a life you will remember. My father told me when I was just a child, these are the nights that never die. My father told me. Once upon a younger year, when all our shadows disappeared, the animals inside came out to play. Went face to face with all our fears, learned our lessons through the tears, made memories we knew would never fade. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. He took me in his arms, I heard him say, when you get older, your wild heart will live for younger days. Think of me if ever you're afraid. He said one day you'll leave this world behind, so live a life you will remember. My father told me when I was just a child, these are the nights that never die. My father told me. танытқан алаштың байрақты додаларда, оқсаған қажымұқан
жарыстарым бар әлем таныған тірісі шегінбеген қазақтың барыстары жігерде жаныған күресте жеңілмеген ойында от ойнаған намысына тойлаған даңқыңды әлемге жайған спорт бастаған елім далға спорт ойда күш сенім барда жеңеміз әлі әлемнің бәрі ойында спорт танытты өр елімді спорт көтерген беделімді бұл жарысында шығамыз шыңға жасындай бір жалында. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың ел спортына ерекше ықыласпен қарайтынын айтпасқа болмайды. Еліміздің барша мектептерінде 1-6 қыркүйек аралығында белсенді өмір 100 жастық ғұмыр атты фестиваль өткізілуде. Бұл шараны өткізудегі ең басты мақсат денсаулықты сақтау мен нығайту, қазақстандықтар арасында өмір салтын насихаттау. Спорт деген денсаулықтың кемесі, спорт деген асар шыңның белесі, спорт деген біле білсең достарым, жан мен тәннің сұлулықтың төресі демекші. Мектебімізде көптеген іс-шаралар өткізілді. Атап айтар болсақ, 2-4 сыныптар арасында 9 құмалақ ойыны, 5-6 сынып алтын доп стритбол ойыны, 7-8 сыныптар арасында қарабала үстел теннисі, 9-11 сынып шұбардоп волейбол ойындарында өз бақтарын сынады. Денсаулық фестиваліне арналған барлық шаралар карантин талаптарын сақтап, жоғары деңгейде өткізіледі. Жайнатар қазақ елін көтеріп, ән ұранды ойнатар. Қазақтың ұл қыздары жеңіп бәрін жығады. Батырына қазақтың кімдер қарсы шығады? Намысты қайрат, желбіреп байрақ, соғамыз қолды, ауыл мен аймақ. Әр жеңіс мәңгі, шырқайып әнді, қазақ спорты жасасын мәңгі, қазақ спорты. Намысты қайрат, желбіреп